Біздің бастауыш сынып мұғалімдері шығармашылық қауымдастығының жұмысының талдауы бойынша бірінші жартыжылдықтың талдауына назар аударамыз. 2025-26 жаңа оқу жылына арналған бастауыш сынып облыстық шығармашылық топ жалпы бізде 3 бағытта жұмысты жоспарлады. Бірінші бағытта бізде әдістемелік бағыт, екінші бағыт бізде конкурс және олимпиадалар, үшінші бағыт бізде сабақтастық және тәлімгерлік. Жалпы осы жаңағы 3 бағыттағы жұмысты жоспарлаған кезде біз жаңағы әр өзіміздің ортақ тобымызға жоспарды жіберіп отырдық. Мен артқа бара қойшы, оқушылар отыр еді, кешіріңіздер. Жалпы бізде міне әдістемелік шығармашылық топтың жоспары бойынша бірінші жартыжылдықта бізде алдарыңызда көргендей бірнеше жұмыс жартыжылдыққа жоспарланды. Осы жылғы бізде ең бір сондай жаңашылдығымыз TED кездесу ұйымдастырылды. Бұл жерде бізде ұстаздарымыз, аудан және қала өңірінен ұстаздарымыз өздерінің жаңағы заманауи әдіс тәсілдерімен және де сабақта тиімді әдіс тәсілдерімен бөлісіп YouTube каналға біз жариялап отырдық. Келесі бізде жоспар бойынша демо сабақтар сайысы болды. Бұл жаңа демо сабақтарды бізде Ольга Иосифовна және де Айсұлу Хайруллинаның ұйымдастыруымен бірнеше ұстаздардың демо сабақтар қаралды және де ішінен жаңағы ең жақсы деген сабақтарымызды өзіміздің жаңағы YouTube каналымызға салдық. Себебі барлық бірдей ұстаздар жаңағы көру үшін, бір-бірімен тәжірибе алмасу үшін осылай біз жаңағы үнемі жасалып жатқан жұмысты YouTube каналға салып отырдық. Келесі бізде қараша айында халықаралық осындай жаңағы өзара тәжірибе алмасу мақсатында конференция өтті. Бұл жерде жаңа ұстаздар өздерінің қандай жаңартылған білім мазмұнында қандай жақсы жаңағы тәжірибелері бар, сонымен бөлісті. Одан кейін 14-ші мектепте бізде өте жақсы облыстық деңгейде тамаша жаңағы семинарымыз өтті. Бұл жерде де жан-жақтан әріптестеріміз жиналып, өзара тәжірибе алмасып, топтық жұмыстар болып, бір-бірімен тәжірибе алмасты. Өте жақсы оң баға алдық. Енді бізде мына желтоқсан айында облыстық семинар 40-ші мектепте жоспарланған болатын. Бұл семинар бізде осы ақпан айына шегерілді. Ақпан айында келесі аптада болады деп жоспарланып отыр. 12-ші ақпанда осы күнге жаңағы жоспарланып отыр. Енді бұл семинарымызда өте сондай жақсы деңгейде өтеді деп үміттенеміз. Мұғалімдеріміздің жақсы тәжірибесімен бұл семинардың тақырыбы өте актуалды болып тұр. Өздеріңіз көріп отырғандай функционалды сауаттылық функционал сауаттылыққа бағытталған. Енді келесі екінші бізде жаңағы бағыт бойынша конкурс олимпиадалар. Бұл жерде бірінші жартыжылдықта ауқымды жұмыстар атқарылды. Ең басында білесіздер, оқу жылының басында бізде тіл апталығы болады. Осы тіл апталығы аясында бізде жаңағы мынадай педагогикалық шеберліктер өтті. Одан кейін бізде алғаш рет Қарлығаш Қапқайына территория педагогического роста бізде бірінші рет болды. Да, бірінші рет болды. Бірінші рет болды. Мінекей облыстық сайыс бізде осы аталған сайыс ең алғаш рет болды. Сондықтан бізде тек жаңағы бізге арналған сайыстар көбейіп жатыр жылдан. Себебі біліктіліктерімізді арттырып, және де ең басты аттестацияға салатын жаңағы ұстаздардың көбірек қағаз болсын, және де ең бірінші өзара тәжірибе алмасуда көбірек жаңағы осындай кездесу болсын деп, осындай жаңадан сайыстар қосылды. Алдыңғы жаңағы методический неде TED кездесу болса, конкурс олимпиадада міне қосылған жаңа бізде облыстық сайыс, бұл осы территория педагогического роста болды. Келесі бізде желтоқсан айында жылда болатын, әрбір жылда болады. Бізде
мен отанымды сүйем деген 1-4 сыныптардың арасында шығармашылық сайыс, бұл да бізде өтті. Одан кейін желтоқсан айында бастауыш сынып ұстаздарына арналған облыстық олимпиада болды. Бұның да нәтижесін сіздер көрдіңіздер, өздеріңізге арналған. Енді мінекей қаңтарды қосып жібердім, себебі бұл сайыс мына бізде панорамны сабақтар сайысы бізде өтті. Ольга Борисовна, міне Жанар Тұрсынай ұйымдастырған, Ирина Григорьевна ұйымдастырған қараша айында болған сайыс бізде өтіп кетті. Сондықтан мен бұны қостым. Бұнда да жаңағы көбінесе ұстаздардың аттестациядан өтетін ұстаздарды қамтып, жюрилікке, жаңағы жұмыстарды қарауға, қамтуға тырысып жатырмыз жан-жақты. Осындай жаңағы сайыстарға барлық ұстаздар қалып қоймасын. Сіздерден жылдың басында чат ашылған кезде сұрадық, кімге осы жыл жаңағы аттестациядан өту керек деп, сонда жаңағы осы белгіленген сайыстарға шамамыз жеткенше барлығын қосып жатырмыз. Енді келесі бізде 3-ші бағыт, бұл тәлімгерлік бағыт. Тәлімгерлік жас ұстаздарға және де жалпы мектеп алды сынып пен бастауыш сынып арасындағы жаңа көпір ретінде құрылған бұл шығармашылық топ. Білесіздер, құрметті ұстаздар, осы жылдан бастап даярлық топ немесе нолевой класс деп айтпаймыз, 0-ші сынып деп. Мектеп алды сынып бізде мектептерде осылай дұрыс, сауатты түрде осылай атауымыз керек. Сол мектеп алды сынып пен және де бастауыш сынып арасындағы байланыс жақсы болу үшін, нығаю үшін осындай біршама жарты жылдыққа жұмыстар ұйымдастырылды. Қыркүйекте бізде өте жақсы дөңгелек үстел өтті. Ольга Владимировна, Арман Сәрсенбаевна басқарған топпен, Елена Валерьевна өте тамаша өзінің жаңағы іс тәжірибесімен бөлісті бұл жерде дөңгелек үстелді. Одан кейін қараша айында бізде болды. Осы жаңағы мектеп алды сынып пен бастауыш сынып арасындағы жаңағы көпір ретінде өзара тәжірибе алмасу мақсатында тағы да бір кездесу болды. Енді желтоқсанда, содан кейін бізде Келлеровкада осы өтті, соңғы Қармаш Қаппаевна, осы круглый стол мына жерде бізде. Келлеровкада өтті. Бұнда да жаңағы ұстаздар барып, жақсы пікір алмасып, өзара жаңағы пікірлерін бөлісіп, өздерінің қоржындарына қаншама жаңағы әдіс тәсілдерді алып кетті. Енді осы жарты жылдық жұмысты қорытындылай келе, назарларыңызға мынандай қорытынды жасадық біз бірігіп отырып. Бұл жерде ең бірінші біздің жақсы жақтарымыз, плюс деп қойдым, жақсы жақтарымыз. Бұл біздің облыстық жаңағы облыс бойынша ұстаздардың чат ашуымыз, оның ішінде 900-ден астам бізде ұстаздар отыр. Бұны не үшін, не мақсатпен аштық? Себебі бізде көп ұстаздар жаңағы қандай сайыс болып жатыр, қалай қатысу керек, оның ережесі қандай, кімдер қатыса алады, соны жаңағы хабардар бола алмай қалады. Сондықтан жаңағы осындай біз облыстық чат ашамыз деп аштық. Бұл енді сіздерге жаңағы ұстаздарға өте жақсы септігін тигізіп жатыр деп ойлаймын. Келесі енді екінші бір жақсы жеріміз осы жаңағы іс-шараларға жарты жылдықтағы аудан ұстаздардың жаппай жұмысқа тартылуы және де белсенділікпен қосылу. Жалпы бізде облыстық шығармашылық топ құрылды. Соның ішінде әрбір жаңағы 3 бөлік бар ғой бізде: әдістемелік, конкурс, олимпиада, одан кейін тәлімгерлік. Сол 3 бөлімге біз жаңағы ауданнан ұстаздарды қамтуға тырыстық және де қостық, шығармашылық топта болсын. Себебі білесіздер, аттестацияда жаңағы бізде бөлік бар: участие в творческой группе деп. Сондықтан сол ұстаздарға плюс болсын деп біз осыны қостық. Енді келесі бізде тағы бір жақсы жағы, жаңа бізде кездесулердің бірі бұл тет кездесу. Бұл жерде ұстаздардың жаңағы өзінің жаңа заманауи әдіс тәсілдерін ортаға салу. Енді білесіздер, кез келген жұмыстың жақсы жағы мен әлсіз жағы да болады. Біздің жаңа осы жарты жылдық бойынша жұмысымызды сараптай келе, мынадай кішкене бір әлсіз жақтарымыз болып тұр. Бұл жерде ең бірінші
аудан әдіскерлерінің жұмысының әлсіздігі деп алдық. Неге? Себебі көп ұстаздар бізде жаңағы мынау чатта отыр ғой. Біз жазып отырсақ та, кейбір жаңағы мағлұматтарды уақытылы қарамайды да, қайта-қайта сұрақтар туындайды. Мынау тет кездесу, одан кейін жаңа территория педагогического роста деп аштық қой жаңадан. Сонда біз жаңағы заманауи әдіс тәсілдер бар, ұстаздарды қосамыз деп, ол кісілер жаңағы өз іс тәжірибесімен бөліседі деп жоспарға енгіздік. Бірақ та өкінішке орай, сонда жаңағы ұстаздар бізде бірнеше жұмыс жасап жатырмыз осы топ бойынша. Жұмыстың әлсіздігі болып тұр. Неге? Себебі өздерінің жұмысын біздің жаңағы аудан және де қаладан да бар ұстаздар жұмыстарының жақсы жақтарын көрсете алмай қалады. Бір сарынды жаңағы слайдтың жаңағы анау оформлениесіне де назар аудару керек, және жұмыстың тәжірибесіне де назар аударуымыз керек, құрметті ұстаздар. Осындай жаңағы бізде облыстық семинарға, вебинарға, осындай тет кездесулерге сөз алады деген ұстаздардың жұмысын алдын ала бірнеше рет ауданда тексерсеңіздер. Себебі ол кісілер бізге бірден жібере салады және уақытылы жібермейді. Біз үнемі Бибуля Мекна бар, Светлана Кажаевна, Шынар Даутовна, Елена Варежевна, Ольга Борисовна, Ольга Владимировна бар. Бәріміз анау бізде сөз алатын ұстаздарды қайта жұмысын қараңыздар деп жібереміз ғой. Ол кісілер уақытты созып алады. Сондықтан уақытпен де шектеулі. Айтылды ма жаңағы, мысалы кешке дейін сіздер қайта түзеп толықтырып жіберу керек деп. Ол кісілер түзетіп жіберу керек. Бұндай олқылық болмау үшін ең бірінші аудан деңгейінде немесе қала деңгейінде осы ұстаздардың выступлениясын қарап алуымыз қажет, құрметті ұстаздар. Себебі бұның бәрі уақыт. Мысалы біз сіздермен конференция, тағы да бір халықаралық сондай бір деңгейге шыққанда бізге уақыт береді. Мысалы 20 ақпанға дейін біз жұмысты жібереміз. Мысалы баяндама, презентация, антиплагиат болсын. 20-сына дейін мысалы қабылданбайды дейді. Солай ғой, құрметті ұстаздар. Мысалы біз үлгермей қалып жатамыз. Көп сондай жұмыстарға, көп ұстаздар. Енді мынау жарысшылдықта біз де сол жұмысты күшейтейін деп отырмыз. Егер де мысалы ол мұғалім аттестация барып жатса да, аудандық деңгейде жаңа сөз алу керек, бірақ та бізбен кері байланысқа өте сондай ауыр деңгейде шығып жатса, немесе жұмысы жаңағы көп қайта қарауды талап етсе, онда біз алып тастап отырамыз, құрметті ұстаздар, ренжімеңіздер. Аудан әдіскерлеріне жаңа құлақтарыңызға алтын сырға, қала әдіскерлеріне бұл да солай. Сондықтан бұл жерде немесе қайтадан шығармашылық сол топ құру керек па бұл жұмыстарды қарауға, және де уақытылы тапсыруды талап етеміз. Бұның барлығы жаңағы бізде уақыт, құрметті ұстаздар. Себебі бізде де бәрімізде сынып бар, бізде де бәрімізде қосымша жұмыстар бар. Сондықтан осындай жаңа кішкене әлсіз тұстарымыз бар.